Сәлем достар, бүгін біз Жеңіс саябағындамыз. Бүгін Атырау қаласының ескерткіштері туралы волонтерлардан және қала тұрғындарынан ескерткіштер туралы сұрайтын боламыз. Я знаю статую Дины Нурпеисовой, статую Махамбета Исатая на его одноименной площади. Атырауда алаңында ең бірінші ескерткіш ол Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы ескерткіші. Сосын Нұрсая мөлтек ауданындағы Жұмекен Нәжмеденовтің ескерткіші, және де Қаршыға Ахмедияровтың ескерткіштері, және де сонымен қатар осы коммунист паркте Лениннің ескерткіші тұр. Сонымен қатар осы Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің осы ескерткіштері көптеп кездеседі Атырау облысында. Академия аялдамасындағы Дина Нұрпеисова атындағы ескерткіштер және Махамбет алаңындағы Исатай Махамбет ескерткіштері. Атырау облысында енді ескерткіштеріміз өте көп. Оның ішінде жаңағы біздің Махамбет Исатай ескерткіші, Әлия Маншүк ескерткіші, Хиуаз Доспанова, Сұлтан Бейбарыс, айта берсек өте көп. Махамбет Исатай атындағы Статуя Дины Нурпеисовой находится на остановке Академии, которую также прозвали в ее честь, по сути. Статуя Махамбета Исатая находится на площади имени Махамбета Исатая. Аяқта орналасқан, мысалы, Жұмекен Нәжмеденовтікі Нұрсая мөлтек ауданында жастар саябағында ма? орталық алаңында орналасқан. Исатай Махамбет орталық алаңында орналасқан, және де Дина Нурпеисова, ол Дина Нурпеисова атындағы академияда, музыкалық академия алаңында орналасқан. Олар бізде енді Академия аялдамасында, облыстық әкімдіктің алдында, Парк Победа саябағымызда. Орталық площадьта орналасқан. Людям, которые, безусловно, сделали огромный вклад в культуру развития нашей страны и вообще всего мира. Кімдерге ескерткіш қою үшін бірінші Қазақстанның еңбек сіңірген ардагерлеріне, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, сонымен қатар Қазақстанды әлемге көтерген батырларды, және де спортшылар болсын, батырлар болсын, сонымен қатар Қазақстанның туын желбіретіп жүрген осы ел азаматтарына қою керек деп ойлаймын. Мен осы жақында қайтыс болған Жақсылық Үшкемпіров дейтін спортшыға ағамызға қоюға керек деп ойлаймын. Мен Димаш Құдайбергенұлына қою керек деп ойлаймын. Өйткені көптеген еңбектері бар. Енді біздің өзіміздің жазушы Рахымжан Отарбаевқа қою керек деп ойлаймын. Ол кісінің енді еңбектері шексіз, және сол адамға мен қоюға кеңес берер едім. Жалпы ақындарға, әлі аттары дұрыс танылмаған басқа да ақындарға қою керек деп ойлаймын.